Сәлеметсіздер ма, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге мынау балаларға аяғына жылы қыстық мәсі тігейін деп отырмын үйден. Бұл мәсіні мен Питер матасынан тіктім. Мынау сәнде бойлап, қазақи оюларменен көркемдеп тіктім. Өйткені балалар әдеміге құмар ғой, балалар сосын осыны киеді. Міне мен алдымен осыны сіздерге қалай тігілетінінен кішкене мағлұмат беріп кетейін деп отырмын. Мен бұл үшін мына Питер матасын пішіп, осындай оюларын барлығын тігіп алдым да, сосын қусырдым. Ал дегенде бұның бізге бұның несін үлгісін түсіріп алуымыз керек. Міне мен бірден 2 жастың баласына қазір сіздерге тігіп көрсетемін. Міне біз алдымен былай табанын қиып алдық. Сосын мынау үстіңгі жағы міне бүйтіп айландырып үстін жасап алдым. Мен мынау қоншы. Осы арқылы біз осы мәсіні қалай тігілетінін сіздерге қазір көрсетіп берем. Мен Питер матасына барлығын тігіп даярлап алдым. Сіздерге бәрі даяр болып тұру үшін міне. Енді алдымен біз осыны міне былай пішіп алғанымызға оюларымызды салып, міне мына сірек шөсінің қатты болып тұру үшін мен мына жағына сірек шөсіне де осындай қатайтып 2 қабат қылып салып кеттім. Міне осылай қылып барлығын үстіп салып аламыз да мұны зигзагпенен машинкамен тігіп шығамыз. Мен бұның табанына осындай ақ Питер матадан мынадан 2 қабат қылып тігіп отырмыз, 2 қабат қылып салып отырмыз. Өйткені бұл табанға жылы болады, және бұған ішіне жылы арнаулы жылы астарлық материалдан астар саламыз. Жылы жүн материалдан салуға да болады, тіпті драптан істеуге де болады бұны. Мен мынандай міне әдиялдың матасынан жылы қылып осындай табанына бұлтарақ сияқты қылып салып алдым. Осыларды ал дегенде былай бір қайта тігіп аламыз да. Сосын мына бедерлерін барлығын мен қазір тігіп шығамын. Құрметті көрермендер, қазір мен сіздерге осы оюларының барлығын осымен тігіп шығамын. Мына табандарына мынаны былай бір қайта былай тігіп аламыз. Сосын мен сіздерге осының қалай қусырылатынын көрсетемін. Алдымен мына оюларын осыған жапсырып тігіп шығайын. Құрметті көрермендер, енді осыған тіркеліп, мен каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, қолдап отырсаңыздар. Мен жаңағы оюларымызды мынау мәсіміздің бас жағынан бастап, қатайтып тұру үшін сірек шөз жағына да былай тігіп алдым. Оюлап алдық. Қоншына дағы қатты болып тұру үшін оюларын жақсылап тігіп алдық. Мен астарында қусырып тігіп қойдым, міне ортасына келетін. Сосын міне табанына осындай жылылықпенен 2 қабат оны да даярлап қойдым. Енді біз бұны бір-біріне қосып қусырамыз. Ол үшін бізге міне мына алдымен мына басына мына қоншын былай қарай салып аламыз. Міне қазір қарап отырсаңыздар болады енді. Міне мен жаңағы оюларымызды енді міне мәсінің басын, қоншын мына басына былай қондырып алдым. Енді бұны қусырамыздағы міне артын қусырып, арасына мына несін саламыз, астарын салып отырамыздағы, шет-шеттерін қайырып тігіп алып, одан оны табанға қондырамыз. Енді мен осыны қусырып алайын, былай қарай аударып тұрып, жақсылап қусырамыз. Міне жеріндегі мына тігісті 2 қайта тігулеріңіз керек, 2 қайта тігіңіздер. Міне біз жаңағы немізді олай қусырып алдық. Міне мәсімізді осылай қусырдық. Енді мына астарды ішіне қарай былай саламыз да, мына
қоныш жағын былай қарай қайырып қоямыз. Бұл сыдырылып кетпес үшін баланың аяғына кигізген кезде мына сыдырылып қалмас үшін істеп отырмыз. Мынаны шет-шеттерінде былай айландырып табанына қондырмас бұрын сыдырылып қалмау үшін мынаның барлығын шет-шеттерін бір-бір қайта тігіп шығамыз, айландырып барлығын. Мына қонышын да былай тігіп шығамыз, шетін де айландырып тігіп шығамыз. Мен енді бұны мынаны қусырып алдым, ішке астарын барлығын былай тігіп алдым, шет-шеттерінің бәрін. Өте жып-жылы нәрсе. Енді мынаны мынаған былай қарай қондырып шығамын. Табанына қондырамыз осыны. Бұның енді мына қоншыдағы сондай балаға не болмайды, аяғынан шешіліп қалмайды, бір кезде сондай тамаша болады. Енді осының мынасын қусырып шығайын. Мен жаңағы нәсіміздің табандарын салып шықтым, екі қайта жүріп, табандарын бекітіп шықтым. Бұл 1 жастан 2 жас аралығындағы балалардікі. Енді 3-тен 4 жастағы, 5-тен 6 жастағы балаларымға барлық үлгілерін мен осылай қиып даярлап алғанмын. Осы үлгілер арқылы барлығын осылай тігуге болады. Енді каналға өздеріңізді білдіріп отырыңыздар.